Всем привет! Менің долгожданный бір апталық отпускымнан бірінші күннен влог. Сәл болмағанда ұйықтап қалайын деп күйеуіміз екеуміз аэропортқа ұшып келдік. Регистрация бітуіне 30 минут қалған кезде үлгеріп, Алматының ұшағына отырдым. Небәрі 1 сағаттың ішінде Шымкент қаласынан Алматыға ұшақпен ұшып келдік. Бұрын Алматыға пойызбен, таксимен, автобуспен селкілдеп 8 сағат, 10 сағат ұшып келетін мен 1 сағат ұшып келгеніме шок болдым. Бұдан кейін енді только Қазақстанның ішінде болса да самолетпен жүрем деген өзім алдыма мақсат қойдым дегенсің ба. 1 сағаттың ішінде таңғы сағат 7-де Алматы қаласында болдық. Мына жерде сіңілімнің үйіне келіп, бізге күшті етіп шай дайындап қойған екен. Жақсылап таңғы асымызды ішіп алып метроға шығып кеттік. Бізде Шымкентте метро жоқ. Мен вообще метроны бірінші рет көріп тұрмын. Сондықтан маған қызық болды. Давай метроға мінейік деп 3 станция жүріп метромен келдік. Метро адам басына 100 теңге екен. Өте жылдам, өте таза. Метроның іші пустой. Мына жерде сторис салып жатырмын. Мен метрода бірінші ретпін. Мынау менің туған сестренкам, есімі Азия, жасы небәрі 18 жаста. И ол маған бүгін Алматыны көрсетіп жүр. 3 бірдей пересадка жасап, Алматының ең үлкен мегацентрына келдік. Енді уже обедтің уақыты болып қалған, сондықтан мына жерде ең күшті кетчап деген рестораннан бургерін мақтады сестренкам. Но того стоит, күшті екен, нереально дәмді, өте тойымды, күшті обед ішіп алдық. Сол мына жерде меганың декорациясына қызығып, қандай күшті киіздерден жасап қойған, наурыздың құрметіне жасап қойған таң қалып көріп жүрміз. Мына жерде күшті шаңырақ бейнесінде декорация қойылған. Маленький столиктер бар емес, маған кішкене қошқарларды, қозыларды есіме түсіреді. Прикиньте, ауылымды сағынып кеткенсің ғой. Меганың ішін аралап болғаннан кейін такси шақырып Медеуге қарай жол тарттық. Мен Медеуде де Шымбұлақты да бұрын соңды көрмегенмін. Тек қана Инстаграмнан, ТикТоктан көргенім болмаса, бұл жолы осы қателікті түзету керек деп Алматының күшті зданияларын жанынан өтіп, сұлулығына таң санып, тауларды қарап отырып, таксиспен бірге Медеуге келіп қалдық. Өзі осы Алматының местный таксист екен, барлық историяны біледі. Әр здание туралы өзінің историясының, өзінің бұрын қандай здание болған, қазір қандай здание, жалпы оның бастығы кім деген секілді бүкіл информациямен қанық қылып бізді Медеуге әкеліп тастады. Таксидің бағалары, конечно, Шымкенттікке қарағанда 3 есе қымбат. 3000 теңге, 3500 теңгемен жүріп келдік. Біз қазір осы канатный дорогаға отырамыз. Бірінші Медеуден билет алдық. Үлкен адамдарға 4000, молодежный деген бар екен, 23 жасқа дейінгі қыз жігіттерге 2500 теңге. Мен де молодежныймын деп айтсам, паспортыңызды көрсетіңіз деп позорымды шығарса бола ма? Ай, ладно, взрослый деп 4000 теңге төлеп канатный дорогаға отырдық. Мен негізінде биіктіктен қорқатын адамын. Мына канатный дорога маған қызық болған соншалықты мен биіктіктен қорқатынымды ұмыт кетіппін. Отырарымызды отырып алып ортасына барған кезде вообще қорыққаным-ай, ана асты деген жаман терең, таулардың үстінен өткен кезде бір кезде мына қатты жүріп кетеді екен, бір кезде жай жүріп қалады екен. Адамды мына эмоциональный качели апарып келсе бола ма? Давай, Азиока, сен мені суретке түсір, видеоға түсір деп мақтап мына жерде типа мен қарамай отырып, мына жаққа қарап отырғанды түсіріп ал, Инстаграмға салып, ютубқа салып, тиктокқа салып деп түсіп отырған жайым бар. Сөйтіп отырып 15-20 минуттың ішінде Шымбұлаққа келдік. Бұл жер енді жерге қарағанда сәл суықтау, таудың етегі, ана жерлердің барлығында қар жатыр деген секілді. Аяқ киімімізде жұқа, шалбарымызда сәл жұқалау, действительно жаурап қатып қалды. Мына жерде неше түрлі кафелер, ресторандар бар екен, бірақ енді бағасы, конечно, аспан болып тұр ғой, аспан. Сонымен сәл түрлері нормальный, бағасы нормальный деген ресторанға келіп отырып, осы 2 горячий шоколад, бір қатып қалған пирожный, 2 макарон 7,5 теңге болды ғой. Ладно деп оны ішіп алдық, жылынайық деп. Мына жерде видеолар түсіріп жүрміз, переходтар түсіріп жүрміз, себебі біз ертең шетелге ұшамыз қыздармен, сондықтан типа қардан ыстыққа деген секілді переход жасайық деп білгенімізді жасадық. Енді тиктокқа шығаратын боламын, құдай қаласа переходтарды. Сонымен обратно канатный дорогаға отырып қайттық. Қайтар жолда вообще қызық болды. Анау тұрып қалса бола ма, бір 5 минуттай тұрып қалды, одан сайын қорқытып. Таксиге отырып, енді Мега емес, Достық Плаза деген торговый центрына келдік. Ол да үлкен екен. Мына жерде меломаннан блокнот, ручка қарап жүрміз. Мен өзім блокноттың фанаты болғандықтан бірақ қарап қойдым, себебі сумкамда орын жоқ, чемоданда орын жоқ, үйде блокнот көп деген себеппен өзімді басып блокнот алған жоқпын. Мына сестренкам өзіне әдемі блокнот сатып алды. Себебі самолетте отырғанда армандарымызды жазатын боламыз. И мына жерде көрші магазине, осы сладость сататын магазинде мен сестренкамның подругасы жұмыс жасайды екен. Оказывается, мына жерде необычный тәттілерді бізге подарить етіп берді. Бұны ертең сіздерге жеп дәмін көрсететін боламыз.
уже мына жерде ужинның уақыты келіп қалған, тоже бір ыстық тамақ ішкіміз келді, фастфуд жегіміз келмей, бір шай ішкіміз келіп, шай қысса бола ма? Енді Шымкенттен келгендіктен бір ресторанға тауып отырған едік, тамақтары дәмді екен, но счет 33 000 теңге болған, көзіміз банк болып төлеп қайттық. И біздің ұшатымызға әлі 7-8 сағат бар, уақыт өтпей кетті. Туыстардың үйіне барып жұртты әуре қылмайық деп, аэропортта осындай капсулный отельдерді көргенбіз TikToктан. Сонымен давайте қызық жатып көрейік деп келсек, бұның да бағасы аспандап тұр екен, 3 сағатқа 12 000 теңге. Ал біздің ұшуымызға әлі 6-7 сағат бар болғандықтан 6 сағатын таңдадық. 6 сағатқа 16 000 теңге ғой, прикиньте. Но іші сондай жайлы, кең, тыныш, таза екен. Амал жоқ, сонымен каждыйымыз әрқайсысына кіріп кеттік, 16 000 теңгеден төлеп ішіне жайғастық. Енді барлық нәрсені пайдаланып көру керек қой, бұны да TikToктан көретін едік, давайте қызық болсын жатып көрейік, тем более 6 сағат қақиып қалай отырамыз деп ақшасын төледік та, бәріміз бір-біреуіне кіріп кеттік. И бізге новый әппақ полотенце, зубный щетка, паста, мынандай құлаққа тығып қоятын беруший әкеліп берді. Карточкамен ашылады екен, кететін болсаң құттап кетесің, мысалы магазинге, туалетке деген секілді. В общем, осындай. Келесі біздің рейсімізге әлі 6-7 сағат бар, сондықтан осы жерде кішкене жатып демалып аламыз, себебі тауға да шықтық, тасқа да шықтық, аяқтан аяқ қалған жоқ, шаршап кеттік. Сондықтан дәл ешқайда жүрмей осы аэропорттың ішіндегі капсульный отельде жатайық дедік. Рейсіміздің уақыты келгенде жайлап шыға қоямыз, сонымен келесі елге ұшып кетеміз.